Қыздар, жігіттер, қалайсыздар? Құрметті Сен үшіннің оқырмандары, қалдарыңыз қалай? Бүгін маған бір блогер жазды, ақтаулық блогер, қателеспесем. Атын айтпай-ақ қояйын. Авторлық ән туралы сұрап жатыр да, маған авторлық ән жазып бересің ба деп, өзінің өлеңдері, клипі бар екен да. Өзінің әйелі де блог түсіреді, негізі өте күшті жұп, маған өте қатты ұнайды. Енді қазір көріп жүрмесем де, былай ол күшті сүйкімді жұп екен деп ой қалдырғаным бар сондай. Маған авторлық ән туралы жазды, сұрады, және сол жайлы сіздерге де айта кетсем. Біздің шығаратын әндеріміз авторлық емес, именной әндер, яғни арнау әндер болып табылады. Авторлық әндер біз шығармаймыз, біз тек қана белгілі бір кісіге шығарамыз, мысалы адамның атын айтып тұрып, сол кісіге сезім білдіру, сол кісіні құттықтау деген секілді өлеңдер шығаратын боламыз. Біздегі программа жалпы шығаратын әуені бүкіл әлем бойынша бар ма жоқ па, мен ол жағын білмейді екенмін, және ол авторлық құқық деген нәрсені зерттеп көрдім, бірақ әлі ол туралы толық нақты ақпарат тапқан жоқпын. Сондықтан да сіздерге мен авторлық ән жазып беремін деп айта алмаймын. Тек қана арнау ән жазамын. Яғни арнау ән дегеніміз бізде отбасы арасында, туыс тума арасында жүретін әндер, яғни WhatsApp-пен болсын, өзінің сезімін жеткізу мақсатында қолданылатын әндер болып табылады біз жазатын әндер.